Адамдарды үнемі оптимизм, ынта мен біліктілік жігерлендіреді. Ұжымды басқару ісінде кемеңгерлік пен әділеттік таныту керек. Кез келген істегі табыстың негізі серіктестерімізбен келісім таба білу. Сырт келбетіңіз бен әдеттеріңізге көп көңіл бөлгеніңіз жөн. Әр сөзіңіз сіздің сауаттылығыңызды көрсетеді және біліктілігіңізді, жақсы тәрбиеңізді көрсетеді. Сондықтан әр уақытта өзіңізді жақсы жағынан көрсетуге тырысыңыз. Қазіргі кезде жолдардағы кептелістерге байланысты кешігіп келу енді дәлелді себептер болмайтынын түсіне біліңіз. Кездесулерге алдын ала дайындалып, өз серіктеріңіз туралы неғұрлым көбірек ақпарат жинап алғаныңыз дұрыс болады. Қызметтес адамдардың аттарын бірден ойда сақтап алуға тырысыңыз. Өзіңіздің ең үздік қасиеттеріңізді көрсетіп, адамдармен адал болыңыз. Сіздерге сәттілік тілейміз. Команда болмаса, бизнесте болмайды деуге болады. Тек өз пікірлестеріңіздің командасымен ғана жақсы нәтижелерге ниет артуға болады. Сәтті команданы құру барысындағы басты шарт командада лайықты адамдардың қызмет етуі. Сәтті команданы құрудағы басты құрал адамдар. Сіз беделді кәсіпкер ретінде өз адамдарыңызды дамытуыңыз керек. Және де оларға кері байланысты болу мүмкіндігін де беруіңіз қажет. Тек ынталандыру, марапаттау арқылы ғана емес, сонымен қатар оларды жігерлендіріп, уәжделеу арқылы да, өйткені ол адам сіздің қол астыңызда келгенде өз бойындағы бар мүмкіндігін сіз арқылы ары қарай дамытқысы келеді. Ондай адамды сіз демеп жіберуіңіз қажет. Ал кейбір бизнесмендердің қателігі: мен өз адамдарды оқытуға қолым тимейді, олардың қабілеттерін жетілдіре алуға уақытым жоқ деп ойлауы. Кәсіпкер адамның міндеті адамдарға тәлімгер болу. Адамдарды қазіргі деңгейден көтеріп, оларға тіпті арманда болмаған ойларға жол сілтеу. Осының барлығын орындайтын кәсіпкердің ұжымы адал әрі табысты болары сөзсіз.